Аққыстау орталығында 2019 жылы ұлы жеңістің 70 жылдығын қорытындылау аясында күрделі жөндеуден өтіп, қолданысқа берілді. Аллеяда ашаршылық құрбандары және саяси репрессия құрбандары мен Чернобыль, Семей атомдық зардабын көрсететін сәулет нысандары бой көтерді. Жоба авторы ауданымыздың әкелі балалы суретшісі, дизайнерлері Сәтмағамбетовтер. Киелі нарын топырағының қиқалы өңірі Аққыстауда да халыққа қызмет ететін қоғамдық орындар аз емес. Жергілікті жердегі әкімшілік орны, тәртіп сақшылары, полиция ел игілігіне үлес қосып, спорт мектебі де өз қызметін атқаруда. Аудандық мұражай Исатайдың 200 жылдығына байланысты 1991 жылы 21 қыркүйекте Аққыстауда ресми түрде ашылды. Осы сайысқа қатысу барысында туған өлкемнің өткен тарихы туралы мағлұматтарды іздестіруде осы аудандық мұражайдан өзіме қажетті ақпараттарды тапқан болатынмын. Сонымен қатар Шәмшидин